Құрманғазы Сағырбайұлы. Құрманғазы Сағырбайұлы қазақтың күйші композиторы, домбырашы, халық музыкасындағы аспаптық музыканың күйдің классигі. Алғашқы ұстазы ұзақ болған. Кейіннен ұзақпен бірге ел аралап, домбырашылық өнер сайысына түсіп, жұртшылық назарына ілігеді. Бөкей ордасындағы атақты халық күйшілері Байбақты, Байжыма, Баламайсан, Соқыр Ещан, Шеркештің күйлерін үйреніп, орындаушылық шеберлігін шыңдады. Ел аузындағы аңызға қарағанда, Құрманғазының алғашқы шығармаларының бірі кішкентай күйі 19 ғасырдың 30 жылдарындағы шаруалар көтерілісін бастаған Исатайға арналған. Ақбай, Ақсақиек, Көбік шашқан, түрмеден қашқан, Адай күйлерінде нұрлы болашақ, азат өмірді аңсаған халықтық үміті, өмір тартысы суреттеледі. Халық арасында есімдері белгілі Дина, Мәмен, Көкбала, Менетай, Менқара, Сүгірәлі, Тоғайбай, Шора, тағы басқа ақындар өздерін Құрманғазының шәкірттері санаған. Күйшінің атымен аталатын қазақтың халық аспаптар оркестрінің орындауында Құрманғазы шығармалары бүкіл жер жүзіне тарады. Құрманғазы Сағырбайұлы – великий казахский композитор, исполнитель күйев, дамбрист, классик казахской инструментальной музыки. Первым ее наставником был исполнитель күйев Узак. Странствуя вместе с Узаком, Құрманғазы принимает участие в состязаниях дамбристов и постепенно завоевывает внимание ценителей искусства. Совершенствуясь у известных народных исполнителей Киев-Пукеевской Орды, Байбақты, Байжыма, Баламайсана, Сухуришана, Шеркешті, он проявляет свою одаренность. По легенде, одним из первых сочинений Құрманғазы явился күй «Кішкентай», малый, посвященный Исатаю, предводителю восстания бедняков в 30-х годах XIX века. Күйех Ақбай, Ақсақиек, Хромой Сайгак, Вспенившееся море, Побег из тюрьмы, Адай, род младшего Жуза. Языком музыки обрисовываются светлые горизонты будущего, чаяние народа о свободной жизни, борьба и перепитие существования. Популярные в народе акыны дамбристы Дина, Мәмен, Көкбала, Менетай, Менқара, Сүгірәли, Тоғайбай, Шора и другие считают себя учениками Құрманғазы. Произведения Құрманғазы широко распространяются по всему миру благодаря их блестящему исполнению одноименным государственным оркестром казахских народных инструментов.